Қандай себеппен кеттіңіз мәжіліске? Айттық жаңа. Спортқа кеттіңіз ғой? Спортқа емес, бүкіл әлемдік этноспорт конфедерациясы дейтін бар, ұлттық спорт конфедерациясы. Сонда барды. Сіз жаңа сайлаушы ретінде де әріптестеріңізге бір мемлекетшілдіктеріңіз басым болса екен дедіңіз, иә? Сіздің әріптестеріңіздің осындай бір патриоттық сезімі төмендеп ойлайсыз ба? Ереже ғой, ереже ретіндегі нәрсе бұл жалпы еске салып. Енді күндегенде денсаулығың күшті болсын дегенде өлеңде басына деген сөз емес қой. Сол сияқты нәрсе ғой. Наверняка подводили итоги. Каким главным достижением здесь считаете своим? Что вы главное сделали здесь, будучи депутатом? По вашему мнению, Мен ешқашан шынайылығын бұзған жоқпын, сосын ұлттың алдында өтіп айтқан. Қимай тұрған жоқсыз ба парламентте орныңызда? Енді ойланып істеген нәрсе ғой. Табан астында бүгін шешілген нәрсе емес, бұған қашан ойландым. Жалпы анау түрік парламент ассамблеясы кезінде болды ғой, сентябрьдің аяғы 27-те. Сол кез осындай ұсыныс келді, шешімге сол кез келді. Сізді ешқарға жіберілген жоқ па? Жоқ. Кімнің тарапынан болды ұсыныс? Ұсыныс бүкіл әлемдік этноспорт конфедерациясы. Демек жақын уақытта қабылданды, иә, бұл шешіміңіз? Іштей шешім ба? Іштей шешім қыркүйектің 27-сінде алды. Қыркүйектің 27-сінде. Қазір ғана? Бірте соны пісірдім, әр жағын ұсынысын түскен кезін айтып отырмын. Шешімді енді осы қазір жалпы ұсынысын түскен кезін айтып отырмын. Сіз өткенде осы айдың басында Азаттыққа үлкен интервью беріп едіңіз. Ол жерде біраз мәселенің басын көтердіңіз. Мына ұлтшылдыққа қатысты, Азаттықты ел бұзар деп атадыңыз, марқұм Арал Атабекке қатысты әңгіме айттыңыз. Осыған қатысты сізге этикалық әдеп туралы бір ештеңе бұзған жоқ. шағымдар келген жоқ па? Жоқ. Келсе келіп жатыр. Ештеңеге өкінбеймін, сол дұрыс, сол ойымда қалдым. Мәжілісте кетіп жатсыз, ешкімді қарғамайсыз ба? Жоқ. Сіздің бара жатқан жұмысыңыз ақылы ма, немесе қоғамдық жұмыс бола ма? Жоқ, ақылы әрине. Енді мен балықшағында сұрмаймын. Жалпы неше жыл отырдыңыз осы парламент? Сол сұрақты қойып, осы сұрақты білмейді, қалай келіп тұрсыз? Білем, мен қанша созыв білем. Жалпы қанша жыл бір созывты енді... Қанша жыл бір созывты болады, дейсіз бе? 5. Мен неше созыв отырмын? 3. Білмесеңіз, енді білетін нәрсе немен сұрап тұрсыз? Жақсы. 15 жыл отырғаннан кейін бәрібір бір қимас сезім бар шығар, иә? Кім қарсы? Мектепті бітіреді бар. Мектепті бітіргенде бір қимас сезім бар. Бірақ ары қарай қарсы десе қала ма? Қараңыз, қазір мәжілісте отырғанда сізде на определенные политические события у вас был определенный политический взгляд. Как вы считаете, когда вы сейчас уйдете из Мажилиса, политический взгляд у вас изменится? Нет. То есть вы не начнете на те же земельные митинги смотреть как общественный деятель? Жаңа қызметте немен айналысасыз сонда? Бүкіл әлемдік этноспорттың дамуымен айналысам, оның ішінде түркі дүниесіне әсіресе көмек. Вице-президент болып? Иә. Біләл Ердоғанның орынбасары. Түркияға кетесіз ба сонда? Стамбулда, Бакуде, Нұр-Сұлтан қаласында өкілдіктер. Сіз қай жерде отырып жұмыс істейсіз? Стамбулда, Нұр-Сұлтанда, Бакуде. Аралайсыз ба сонда? Жан-жақта жаңағы... Үш елдің ортасында жүресіз? Енді, иә, үш елдің негізінен екі елдің ғой, Қазақстан мен Түркияның ортасы. Скажите, пожалуйста... Нұр-Отаннан кетпейсіз ғой, иә? Жоқ. Неге кеттім білесіздер қызым? Мен бұл жерде кәдімгі өзім еркімен келесі бір жұмыстың сатысын өтіп бара жатырмын. Бейне бүкіл дүниені тарқып кетіп бара жатқандай көріп тұрғандарыңыз олай емес. Мен Нұр-Отандан бұрынғы халқында саяси көзқарасқа ешқашан таймаймын. Әрбір секретін ондай адам емес. Мен ешқашан ондай болған жоқпын, болмаймын да. Осы халқым қалай, сол халқым тек қана жұмысым осы болды. Мәжілістегі жалпы жұмысыңызды қалай бағалайсыз өзіңіз? Сіздер баға бересіздер, мен өзіңіз баға беремін. Жоқ, қандай заңдарға үлес қоссын деп ойлайсыз? Иә, кейбір қарсылықтар көп болды. Осы Азаттыққа берген соңғы интервьюңызда орысша сөйлейтін адамдар Қазақстанды ойламайды деген едіңіз. Сол ойыңыздасыз ба? Қараңыз, жақсылап неге түсініп айтсам, кім поэзияға байланысты, мәдениетке байланысты, мәдениеттің өкілі деген сөз айтып қойсыз, сіздер қалай орысша сөйлеген олар, орыс қалай? Мәжілістен кеткеннен кейін жалпы бос уақытыңыз көбейе ма? Білмеймін. Байқаушы көбеймейтін сияқты. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к двоеженству, Тоқал алуға?
Двоеженство как Біреуге относитесь? тиын деп жүрсіз ба? А? Тиын деп жүрсіз ба? Жоқ, Тиюіңізге сіздің- болады. сіздің Менің кәдімгі- көп әйелім бар, адам мен ешқашан жасырған емеспін. Я многоженец, я полигамный в браке. Я никогда это не скрывал. Как относятся к этому ваши однопартийцы? Айғайдан білейін енді, сіз қалай относитесь? Сіз бізде қарсысыз қазір. нашем Көзің законе- шапыраштан тұрғанда қарады өте қарсысыз. Иә? Жоқ, Бірақ мен солай, мен- тағдырым солай. Мен де Жоқ. ақыңыз болмаса, ол менің тағдырым. Ага, жоқ, қараңыз. Мен заңды, я человек, который соблюдает в нашем казахстанском законодательстве. Заң бойынша сұрақ Заң қойса, бойынша. Жарайды. Заң бойынша. емес па деп тұр. Әйеліңді ақын қашан сен? Әйеліңді ақын қашан? Әйеліңді ақын Почему вы меня толкаете?